концерттер болсын, таныстар болсын, бәрі осы қызық жұмыстар болсын, бәрі осы жақта болғаннан кейін осы жаққа Алматыға келуге шешім қабылдадым. Ештеңе ұстап тұрмаған. Ата-анаңыз біледі ғой келгеніңізді? Именно қалауымға келгенімді білмейді. Қосылайыққа келгенімді білмейді. Бірақ Алматыда жүргенімді біледі. Бірақ келгенімді қалған Қосылайыққа. Ойлаған деп айтқан анам. Өте керемет. Жалпы осыған дейін ара қатынас болды ма сізде? Қалауы жақсы екен. Қыз бала болғаннан кейін енді по-любому сөйлесесің. Өзім 2 рет серьезный отношениеда болғанмын. Болғанмын? Серьезный отношение просто. Отбасын құрмағансыз ба? Жоқ. Және де көзқарасыңыз жалпы ауылға барып тұруға, ата-енемен тұруға деген көзқарасыңыз қандай? Мен ауылда ата-енемен тұру деген сияқты ондай менде жоқ негізі. Жоқ? Тұрмайсыз ба ауылда? Түлкібаста? Табиғаты керемет. Жоқ, баруға, қонаққа, по-любому жиі барып тұрсам да болады, по-любому. Ата-ана болғаннан кейін әр адам оны сағынады. Мен де негізі қазір қызығып жүрмін, ауыл жаққа барып, кішкене қонақ болып, көріп дегенде. Келін қонақ? Жоқ енді. Дұрыс қой, дұрыс. Достармен болса да барып қайтып қыдырып дегенде. Түсінікті. Қысқасы Түлкібасқа қонаққа баратын болдыңыздар. Түсінікті. Жалпы салт дәстүрге сонда көзқарасыңыз кішкене онша емес па? Орамал тағып, сәлем салу деген. Енді айтпаймын мен анау тұрғандай бір 6-да тұру керек деп. Негізі орамал тағу, сәлем салу біз жақта өте қатаң ұсталған тәрбие. Келін болып түскеннен кейін қазақтың қызы болғаннан кейін әрине орамал тағасың, сәлем саласың. Тағам дейді. Негізі мен ойлаймын, ол қыз бала айта береді, егер сүйіп, күйіп, жігітті сүйіп тұрса, ол жігіттің айтқанын істейді деп ойлаймын. Сонда жігіттің айтқаны орамал тақ деген сөз бола ма? Жоқ, егер де біздің арамызда мен болашақ жарыммен барлығы жақсы болып, бір-біріміз жақсы көріп тұрсақ, ауылға да барады деп ойлаймын. Бізде жарнама Жандос үміткерге ренжіп қалған сияқты, мені таңдамағанына деп студиядан шығып кетті. Жарнамадан кейін жобада Айза қалама немесе Сұлтан қалама көреміз.